Қамшының сабындай қайран тірлік бір күні шартсынары әмбеге аян. Өмірдің өзі күшті болғанымен, өтетіні өкінішті. Тумақ бар жерде өлмекте бар дейді шариғат сөзі. Шіркін, бәрі орнымен, бәрі ретімен келсе, өкініштің өзені тасып, қайғының қара жаңбыры жаумас еді ғой. Кеше ғана айналамызды нұрға бөлеп жарқылдап жүрген Асқартау әкеміз Байқонов Қалдыбай Мансұр ұлынан қапыда айрылдық. Бір қанатымыз қайрылды. Өлім түгілі өкпеге қимайтын асыл әкеміз жайлы ендігі жерде сағына еске аламыз деп кім ойлаған. Оның ғұмыр дариясы мәңгілік ағысқа ауысты. Алаш баласының алтындай ғұмыры қара жердің үстінде 76 жыл жүрген пәни баяны кейінгі ұрпақ үшін үлгі өнеге, тәлімді тәрбие. Өйткені бар саналы ғұмырын, білімі мен тәжірибесін еліміздің мұнай-газ саласына арнап, ғылымға өлшеусіз үлес қоса білді. Қаншама жасқа жол сілтеп, бағыт-бағдар берді. Иә, әкеміз тірі жанды ренжітіп көрмеген, ешкімге де жаманшылық ойламаған, жұмысына ерекше адал, еңбекқор, ешпенденің бетіне жел болып та тимеген адамның абзалы болатын. Байқонов Қалдыбай Мансұр ұлы 1945 жылы 5 қыркүйекте Қызылорда облысы Жаңақорған ауылында дүниеге келді. 1970 жылы Владимир Ильич атындағы Қазақ политехникалық институтының мұнай факультетін тау-кен инженері мамандығы бойынша бітіреді. Қолына дипломы тиген жас маман еңбектегі жолын сол жылы Жамбыл гидрологиялық экспедициясында бастайды. Оның о бастан қалпына қалыптасқан зеректігі мен зерделілігі, біліктілігі, өзіне де, өзгеге де қоя білетін талапшылдығы, ұтқыр ұйымдастырушылық қабілеті қызмет сатысында асқар биіктерге жетелеп, 1974 жылдан Орал экспедициясында бас механик, бұрғылау жұмыстары жетекшісі қызметіне дейін жоғарылайды. Көп ұзамай, яғни 1982-1986 жылдары Алматы экспедициясында бұрғылаудың техникалық жетекшісі, бөлім бастығы болып, жемісті еңбек етеді. 1986-1989 жылдар аралығында СССР биология министрлігі Зарубеж биология бірлестігінің жолдамасы бойынша Йемен Араб Республикасында геологиялық барлау жұмыстарына қатысты. 3 жыл бойына шетелде жүріп, алтын кен орындарын табуға және бұрғылау жұмыстарын жүргізуге атсалысты. Іс-сапардан келген соң 1989-2003 жылдары Алматы гидрогеология акционерлік қоғамының бөлім бастығы, бас инженердің орынбасары, дағы басқа қызметтер атқарды. Әкеміз қай қызметте жүрсе де өзіне жүктелген міндетті дақ түсірмей атқарды. Еліміздің мұнай-газ саласының дамуына, кең қанат жаюына үлес қосты. 2003-2007 жылдары Каспий университетінің мұнай-газ ісі кафедрасында мұнай-газ мамандығы бойынша студенттерге дәріс оқыды. Ендігі өмірін ғылымға арнады. 2003 жылдан мұнай-газ ісі кафедрасының профессоры болып, өмірлік жинаған мол тәжірибесін кейінгі жастарға мұра етіп қалдыру мақсатында мұнай-газ скважиналарын бұрғылау атты оқулықты жазып шықты. Сонымен қоса бірнеше баспалардың авторы. Осылайша ғұмырының 48 жылын мұнай-газ саласына сарп еткен Байқонов Қалдыбай Мансұр ұлы 2018 жылы құрметті демалысқа шықты. Өмір бойы қызметте болып тау-кен орындарын аралап жүрсе де, отбасындағы әкелік, жұбайлық міндетін ұмытқан емес. Өмірлік жолдасы Айсұлу Шорман қызымен 1965 жылы шаңырақ көтерді. Анамыз үнемі жолдасының жанында болып, 56 жыл бірге тату-тәтті ғұмыр кешті. Отбасында бір ұл, 2 қыз тәрбиелеп, оларды ел сүйсінерліктей етіп өсірді. Перзенттерінен 5 немере, 2 шөбере сүйіп, ардақты ата бола білді. Немере шөбересін әрдайым құшағына алып, емірене иіскеп, бар мейірімін төгіп отырушы еді. Өкінішке орай, осындай жүрегі кең, көңілі дархан әкеміздің 2021 жылдың 17 қарашасында
мына өмірдегі дәм тұзы таусылып, мәңгілік мекеніне сапар шегіп кете барды. Бүгін асыл әкеміз Байқонов Қалдыбай Мансыр ұлының нұр сәулелі бейнесін сағына еске ала отырып, жатқан жері жайлы, топырағы торқа болып, жаны жәннаттың төрінде шалқысын деп дұға тілек арнаймыз. Біз сізді жүрек түкпірінде мәңгіге сақтаймыз. Өзің жайлы айта алмаймыз тауысып, ел айтады, жұрт айтады жарысып, көпшіліктен алған алғыс сауабың жатқан шығар рухыңменен қауышып. Асыл бейнең көзден кетті жырақтап, сенбей сізді көп іздедік біз жалап, кетіпсіз ғой бұл өмірден мәңгіге, о дүниені мекен қылып тұрақтап. Адам мәңгі жүрмейді, бұл жалғанда, көнеміз ғой тағдырдың салғанына, көзімізге ыстық жас келеді, әке өзіңді сағынып еске алғанда. Бәйтеректей әулетке сая болған, бәрінен де мейірімін аямаған, жәннатта жаның болсын, рухың биік, өзіңдей қайда бізге аяулы адам. Сағындым сені, сандуғаш сайрайды бақтардан, сағындым сені. Елесің жоқ болған тәтті арман,